Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай өте оңай, өте дәмді жаңа жылдық столға қойсаңыздар болады. Жасалу жолы да оңай, тіске басар. Балаларға да осылай жасап берсеңіздер, ерекше дәмді, тіске басар. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші ыдысқа осындай қиярды жуып тазалап, төрт бұрыштылап, ұсақтап турап аламыз. Ингредиенттерінің барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Енді описание бөлімінде түрлі оңай жасалатын тәттілердің, салаттардың, түрлі тағамдардың рецепттері бар. Менімен бірге жасап көріңіздер. Және осындай краб таяқшаларында төрт бұрыштылап турап ыдысқа саламыз. Ендігі кезекте сырды теркадан үлкен жағынан өткіземіз. Міне осындай әдемі болып шығады сыр. Осылай теркадан өткізген ыңғайлы. Және мен чеснокты да осылай теркадан өткізген дұрыс. Мен сіздерге түсіруді ұмытып кетіппін. Ендігі кезек жұмыртқаны суға пісіріп алып, оны да кубиктеп тураймыз. Міне біздің жұмыртқамыз турап болдық. Оны да ыдысқа салып, майонездің орнына қаймақ пайдалансаңыздар да болады. Майонезді көбірек салған дұрыс. Жақсылап араластырып отырып, тұз саламыз. Тұзды өздеріңіздің қалауларыңызша саласыздар. Дәміне қарай саласыздар. Біздің начинкамыз дайын болды. Енді бізге 2 лаваш керек болады. Бірінші лавашты жайып, осы дайындаған начинкамызды жақсылап ортасына салып шығамыз. Және үстіне екінші лавашты осылай әдемелеп ораймыз. Сіздерге видео рецепт ұнап жатқан болса, WhatsApp желісіне таратып қойларыңызды сұраймын. Осына рулет шығады, және осыны 5 минуттай қалдырып, осылай әдемелеп турап шығамыз. Ыдысқа салып, дастарханға қоя берсеңіздер болады. Міне, ортасындағы начинкасын салат түрінде де пайдалансаңыздар өте керемет болады. Маған осылай ұнады. Дастарханның да көркін ашып тұрады, және қонақтарға да, балаларға да ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.